Бүгін біз дәмі өте керемет ежики деген десерт жасаймыз. Ол үшін ыдысқа 6 жұмыртқаны жарып аламыз. Оның үстіне 250 грамм қантты қосып, миксермен жақсылап тұрып шайқаймыз. Шамамен түсі осындай масса шығу керек. 150 грамм қаймаққа 2 шай қасық разрыхлитель қосамыз. Бөлек ыдыста осылай араластырып аламыз. Кейін жұмыртқа массамызға қосамыз, араластырамыз. Ұнды бөліп қосамыз, қасықпен араластыра отыра. Толықтай ұнның бәрі сіңгенше дейін араластырамыз. Одан кейін ең соңында 80 грамм ерітілген сары майды қосамыз. Өте абайлап араластырамыз. Қамырымыз дайын. Енді қамырды екіге бөлуіміз керек. Бірде екіге бөлесіз және де осылай пісіреміз. Бір жартысы бізде ақ, екінші жартысы қара шоколадный болады. 180 градуста 30 минуттай пісіреміз. Енді екіншісіне 2 ас қасық какао қосып, осылай шоколадты етіп шығарамыз. Енді кремін жасаймыз. 200 грамм сары майды миксермен шайқап аламыз. Одан кейін жайлап осылай араластыра отыра сгущенканы қосамыз бірнеше рет. Бірден бәрін қосуға болмайды, әйтпесе крем шықпайды. Осылай кішкенеден араластыра отыра. Креміміз сұйық болмау керек. Енді осы піскен бисквитімізден домалақ етіп формамен кесіп аламыз. Менде шамамен 7 домалақ шықты. Енді қалған блендермен езіп тастаймыз. Міне шамамен осындай шығу керек. Бұл бізге украшениесі үшін керек болады. Енді домалақтарымызды алып, екіге бөліп, ортасына кремді жағамыз. Көбірек жаға берсеңіздер болады. Одан кейін басып, шет-шетіне де және де үстіне толықтай жағып шығамыз. Толықтай барлық жағына жағып шыққаннан кейін осы крошкамен бәрін себеміз. Ешқай жері қалмау керек. Қалғандармен де осылай жасаймыз шоколадты түрінде. Негізі өте оңай жасалатын рецепт. Астарыңыз дәмді болсын, сіздерге ұнады деген сенімдемін. Комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар, және де лайк басуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.